Бізде сахналастырудың әмели сабағында ұстазымыздың басшылығында осындай пән һәм тәрбият орайына байланыстырып, балаларға түсінікті болу үшін осындай көріністі алып келдік. Бұл арал көрінісінің, яғни қазіргі уақытта глобал арал машғаласы болғандықтан осындай көріністі алып шықтық. Бұндағы мақсат балаларды табиғатты асырап абайлауға, суды үнемдеп пайдалануға, оларға зиян келтірмеу хақында түсініктерді алып барамыз. Бұнда балалардың сахналастыру һәм үйретушілігін рауажландыру үшін азғандай болса да түрткі болады. Судың құрып кетуі нәтижесінде осындай шеге құмлар қалды. Һәм осындай қазіргі уақытта президентіміздің айтып өткендей сексеуілер егіліп жатыр. Бұнда мен сексеуілдің орнына осындай елка жапырақтарын алып, балаларға түсінікті болу үшін осындай қылып орнына қойып шықтым. Трактор жерлерді сондай алып текстеп, сексеуілдің егілу процесіне жәрдемі үлкен болады. Егілді байтайын трактор. Бұл жерге мен кемені қойдым, себебі қазір судан қалған бұрынғы кемелеріміз құрып кетіп, сондай қылып, сондай дәрежеге келіп қалып жатыпты. Бұны осындай қоңыр реңге, татпас қалған реңге боядым.